Енді шаханды қазір айтатын өтіп не істейтін болсақ, әрине өзіңіз білетіндей, мен қазіргі уақытта облыстық мәслихаттың депутатымын. Көбінде осындай қоғамдық жұмыспен жүгіреміз. Тағы да айтатын болсақ, ол өзіңіз біліп отқандай кәсіпкермін. Біздерде арнайы организациямыз бар. Ол жаңағы кедерсіз орта мәселесін ол жерде шешіп отырамыз. Ол пандустар, ол электроподъемниктер, вообще жалпы біздің қаламызда бірталай жұмыстар жүргізіп отырмыз. Оның ішінде жаңағы пешеходный переходы, съезды, скаты деп не істеп тұрамыз. Мына жолдарда қандай кедергімен арбаға танылған адам қандай кедергімен кездеседі, соны шешуге тырысып отырмыз. Жалпы тек қана арбадағы кісілерді айтпаймыз, жалпы бүкіл мүгедектігі бар адамдар. Тағы да одан әрі айтатын болсақ, ол орысша айтқандай маломобильный группа населения деп айтамыз. Оның ішінде жаңағы үлкен кісілер де жатады, күттай балдар мен ата-аналар да жатады, жаңағы арбаны не істеп келе жатқан. Сондай сол мәселелермен шешуге тырысып отырмыз. Депутат болған себебімді жалпы осыны шешу үшін әртүрлі әр депутаттың өзінің бағдарламасы бар, жариялаған. Менің бағдарламамда единственный жалғыз осы мәселені, жалпы мына кедерсіз орта мәселесін шешу, тек қана сондай оймен келіп отырмыз сол депутаттыққа. Білесіз, өзіңіз жақсы ойын алдында да ол мәселелерді көтеріп жүрген любой площадканы мен мысалға жалпы бүткіл площадкаларда сол мәселелерді көтеруге тырысып отырмын. Мына спорт саласында болсын, мысалы мен жақсы білесіңдер, ұлттық паралимпиада құрамасының мүшесі болған соң, ол жерде де мысалға шетелдік жарыстарға шығып тұрамыз. Ол жерде қалай екен, Европада қалай, Азияда олай, жағында Қытай еліне де барып келгенімізде, ол жерде де мысалы сондайларды обязательно видео заметкасын, мына нелер қалай екен, қалай осы шаруаларды шешіп отырады екен, соны байқаймын и өзіміздің Ақтөбемізде соны енгізуге тырысып отырмыз. Енді ол бизнеске де келген себебім жалпы ол жаңағы айтып отқаныңыздай ерекше бизнес, ерекше кәсіпкерлік, ол әлеуметтік кәсіпкерлік деп айтылады қазір. Ол мәселемен, кедергілермен когда сталкиваться начал, қалай мен 2007-те мысалы мен жол апатына түсіп, арбаға танылған соң шамалы бір қоғамдық нелерге шыға бастағаннан кейін, мысалы қалаға сондай кедергілермен кездескеннен кейін барып, сондайды байқадым. Көбіне мысалы телеарналарда, мысалы ол кезде қазір әлеуметтік нелерде айтып атады, осындай мәселелерді шешіп отырмыз, осындай жасап отырмыз. Бірақ мен көңілім өзіме толмайтын еді соған. Мысалы көп айтады жаңағы пандустардың, бірақ өзім қараймын, бірді аптекеге, бірді дүкендерге, поликлиника болсын, кіре алмай тұрамыз. Бірақ та мысалы біздерге телеарнадан қарайтын болсақ, мысалы осыншама ақша бөлініп отыр, осыншама объектілер адаптированный болып жатыр екен деп, сосын барып өзім былай ойладым, мысалы оны неге өзімізге айналыспасқа сол мәселелерді шешуге. Ол кездерде мен мысалы біздің қоғамда 2011-ден бастап біздің Құралай апамыздың қоғамында жұмыс істей бастаған соң, сондайларды жиі байқайтын болдым. Жалғыз өзімде емес екен, ол жерде мысалы мыңдаған адамдар бізде қоғамда бар, бәрі де осындай нелермен кездесіп тұрады екен. Ол кездерде мен осындай видеороликтермен айналысып жүрдім. Өзім жобам болды, сондай город моими глазами деген. Ол жерде мен мысалы біздің арбадағы жүретін адамдар қандай кедергілермен кездеседі, қалай оны шешуге тырысып отыр екен деп, сондай видео заметкалармен басында жүрдім. 2000 сондай роликтермен өзім үшін жазып жүрдім.
2013-те біздерге кәсіпкерлік палатасы келді. Олар үлкен сондай конкурс келген кезде конкурс жариялады. Осындай бизнес идея, сондай нелерді. Сонда мен ойладым, жаңағы профессиональный оборудование алып қалам ба деп, сондай нелермен жаңағы видеомонтажға не істеуге. Ол кезде бастықтары Дамила Кунанова деген кісі болды. Соған сол кісіге хабарласып, осындай конкурс жариялап жатсыңдар, мен сендерге де қатысайын, осындай ойларым бар, осындай оборудование алып қалсам ба деп. Сосын ол кезде ол кісі маған түсіндіріп айтты: Жахан, ол жаңағы мәселені сендер шешуіңіз жақсы, бірақ біздер кәсіпкерлікті қолдаймыз. Именно сендерде осындай кәсіпкерлік сала болу керек. Сендер мысалы тек қана әлеуметтік шаруаны айтып атпай, ол жерде табыс көруіміз керек. Ойланып жаттым сол кездерде. Конкурсқа қатысқым келді, жолдастарым айтты, давай қатысайық, көрейік. Просто барып көрсейші, бірінші күні барып қарадық. Сол күні түнде отырып, мысалы жатып, мен ойладым, неге біз өзімізге сөйтіп не істемеске, сондай мекемені ашып алмасқа. Сосын келесі күнге жаңағы конкурске ешқандай жобамыз жоқ, план жоқ, бірақ идея болды. Осындай қоғамды ашсам ба деп, организацияны ашсам ба деп. Соны ол кездері сондай ойды айтып қалдым. Не стройте для нас бизнес. Мысалы, қалай, мысалы, мына пандустармен айналысып отырсыңдар, строительный организациялар болсын, құрылыс саласында жүрген. Бірақ біздің потребностьтарымызды білмейсіңдер. Сонда не стройте для нас бизнес деген выражение айтып қалдым да, сол выражение адамдар сол жердегі комиссияда шешетін. Ол кезде Салжанов Исламбек Тлеубаевич сол идеяны естіп қалды да, өте дұрыс деп не істеп қалды, и мені қолдап жіберді ол жерде. Тек қана идеям дұрыс болды да, жобам ішіне болған жоқ дұрыс, бірақ идея жақсы болды. Сол жерден конкурсты сөйтіп, ол конкурсты ұтып алған адамдардың ішіне қатарына мен де кіріп кеттім. 2013-те сондай ойды айтып алдық та, бірден конкурс ұтып алғаннан кейін тоны тіркей бастадық. И, оказывается, жаңағы пандус ол несущий конструкция деп маған не істеді, айтты. И біздер не істеп кеттік, лицензия на ведение строительно-монтажных работ. Ол өте қиын алу оны, бірақ ол жерде қала басшыларымен бірге ол лицензияны алып алдық. Ол жарты жылдан кейін болды. Өте қысқа уақытта негізі. Ол лицензия алған адамдар өздері жақсы біледі. Жарты жылдың ішінде лицензияны алып алдық. Қазіргі уақытта барлығын сөйтіп санап жүрген жоқпыз әрине, бірақ 100-ден аса, одан да көп шығар біздер объектілеріміз толық адаптация жүргіздік деп айта алмаймын, бірақ мысалы кейде входная группа, кейде мысалы толықты да жүргізгендей боламыз. Сондай объектілеріміз осындай санға келді. И жалпы вообще тек қана Ақтөбеде ғана емес, Атырау қаласында да, Орал қаласында да, Ақтау қалада жаңағы шаруаларымыз жүргізіп отырмыз. Енді ол жердегі поездканы айтатын болсақ, Америкаға барғанымыз 2015-те бардық. Ол вообще негізі менің ең бірінші шетелдік осындай үлкен поездкалардың ең бірінші поездкам болды. Одан кейін мен мысалы спорт саласында жүрген соң көп жерлерде болып жүрмін шынында да. Европаны айтатын болсақ, Азияны айтатын болсақ, Португалия, Италия, Великобритания, Германия, көп жерлерде болып жүрміз. Бірақ жаңағыдай ең бірінші жаңағы Америкаға барған соң ең қатты әсер сол жерден алдым. И жаңағы кедеріс орта мәселесін айтатын болсақ,
әлі де сондай мысалға сол Америкаға жететіндей болып ондай елді не істеген жоқпын. Именно как пример есебінде именно сол елді не істеймін. Мысалға мен сол елді айта аламын. Соған талпынуымыз керекпіз. Біз де өзіміздің байқағанымыз, мысалға мен еще ол былай болды ғой, мысалға мен ол кездерде жаңағы біздің қоғамға келем, қалаға шыққан кезде мысалға біздерде әлі күнге дейін былай арбадағы танылған адамдар көп көшеге жүре бермейді, кездесе бермейді. Қазір мен қалай айтсам, у меня шкура толстая сейчас, я не замечаю, ондай байқамаймын қазір маған былай ерекше қарап отқан адамдар. Маған осы күндерде мен мысалы байқамаймын. Ал мысалы ол кездерде баста жүрген кезде қатты байқайтын едім. Маған ерекше қарап отыр екен, соған қатты қысылатын едім. Ал жаңағы 2015-те жаңағы Америкаға бардық қой, маған ешкім қарамайды. Мен тіпті вообще, мен даже наоборот сезім болды. Мыналар мен коляскада екен байқап отырмын вообще, байқап отқан жоқ па дегендей сондай сезім болды. Ешкім не істемейді, ондай айырмашылық көріп отқан жоқпын. Шынында да ең бірінші келе жатқанымызда аэропорттан келе жатырмыз. Біздерді арнайы спец андай транспорт алып солмен келе жатырмыз. Мен қалаға кіргеннен кейін көріп отырмын, мысалы арбадағы адамдар өздерімен өздері былай көшеде кездесе береді. Көрініп тұр, бірінші қаламыз жаңағы Вашингтон қаласы болды, столицасы. Видно жаңағы не госслужащий нелер костюмдармен, галстуктармен, көшемен жалғыз өзі, ешкім артынан итеріп тұрған жоқ, не істеп тұрған жоқ, көмектесіп тұрған жоқ, өздері жүре береді екен. Сол маған қатты әсер етті. Қалай болды? Мынау шынында да солай бізде де солай болса екен деп сондай қызықтым, өте қатты қызықтым. Сосын нелерге мысалы ол жердегі бағдарламамен әртүрлі поездкаларымыз болды да, жаңағы НПО-лармен кездесіп жүрдік, ол жердегі госслужащийлармен де кездесіп жүрдік. Нелерде қалай сайлау кезде оларда өтеді екен. Сондай біздерді сондай выборочно апарып жүр ма деп не істеп жүр айтатын болсақ, иә, тек жақсы жерлерді көрсетіп. Жоқ, ондай емес. Мысалы, себебі біздер беске дейін шаруаларымыз бітеді, мысалы уже біздің гостиницаға келіп жатады, одан кейін боспыз, иә, өзіміздің дүкендерімізге, нелерімізге. Американы барған соң ұйқы келмейді, жүре бергім, көргім келеді, мысалы, жүре беремін, іштегі бәрі адамдар жатып қалады, мен коляскамен жүре беретін едім сол қаланың ішінде. Дүкендерге, нелерге өзім жүре беретін едім, ешкімнің көмегін сұрамай. Даже олардың мысалы есіктің ашылуы, мысалы кнопканы басып аласың, есік өзі ашылады. Өйтіп тек қана мысалы столицасында айтатын болсақ, жоқ, олай емес, олай да емес. Себебі біздер жаңағы бағдарламамен EVLP бағдарламасы болды, жаңағы шетелдік Америкаға поездка. Ол жерде бірнеше қалаларды аралап шықтық. Вашингтон, Балтимор, Денвер, Колорадо Спрингс, Джексонвилл, шыққан қаламыз ол Хьюстон қаласы. Қатты не істеді, көрдім сондайды. Ешқандай жерде мен осындай кедергілермен көрген жоқпын. Даже біздер Денвер қаласында біздерге қаланың сыртына бардық. Ипподром, иппотерапия қалай өткізіледі екен. Ол жерде енді дәретхана сұрадым, қай жер екен. Ана жерде деп маған не істеп берді, көрсетті. Бардым, ол жерде айдалада, даже ол жерде жаңағы дәретханаларда жаңағылармен бүткіл кедергісіз мәселелері бәрі де жасалып тұр екен. Мен осы күнге дейін біздер қанша ол салада жүргенсін шешуді тырысып жүрміз. Әлі күнге дейін мысалы мен адамдар үйден шығып спокойно кафеларға, спокойно барып ана нелерге, мысалы дүкендерге, аптекаға, стоматологияға еркін кіре алады деп айта алмаймын. Рас, бірталай шаруа осы уақытта біздерде жүргізіліп отыр.
қазіргі уақытта айтатын болсақ, мысалы көбіне мына мемлекеттік нелерде өзінен бастап не істеп жатыр ғой, бастап жатыр. По крайней мере, входная группа деп айтамыз ғой, да, мысалы жаңағы ол пандусты айтатын болсақ, жаңағы табалдықтарды, нелерді, есіктерін айтатын болсақ, по крайней мере, сондайлары шешіліп байқап отырмыз. Сондай нелер, көп шаруалар жүргізіліп отыр. Бірақ жаңағыдай тап осы еркін жүре аламыз, көшелерді аралай аламыз. Жаңағыдай сұхбаттың басында айтып кеткендей, мына пешеходный переходтар, көшелерде мысалы спокойно еркін жүре аламыз деп айта алмаймын. Шешуге тырысып жүрміз. Көп жерлерде мысалы осы уақытта жаңағы осыдан бірнеше жыл бойы біздер мысалы пешеходный переходы доступны для всех деп не істеп тұрамын. Сондай нелерді ЖКХ мен біздің қаланың нелерімен шешуге тырысып отырмыз. Маған арыздар түсіп жатады, мысалға өзімді көшені көп жүре беремін. Мысалы мен арбадағы танылған адам былай ең көп жүрген адамдардың ішінде өзімді айта аламын. Мысалы себебі мен коляскамен, даже мен қазір көлігім бар, машинамен жүре беремін, бірақ мысалы мен электроприставканы алдыма тауып аламын да, сонымен еркін жүргенді жақсы көремін. И жаңағыдай нелерді көп байқаймын. И сондайларды шешуге тырысып отырмын. Сіз білесіз, мен уже 2-ші созывта депутат болып отырмын. Оның алдындағы 7-ші созывта қалалық мәслихаттың депутаты болдым. Қазір мен 8-ші созывта облыстық мәслихаттың депутаты ретінде болып жұмыс жалғастырып жатырмын. Енді қаладан депутаттық ісімнен бастап қандай шаруалар, қандай нелерде жеттік деп айтатын болсақ, осы күнге дейін осы уақытта біздер мысалы көп жылдардан бері мысалы қоғамдық көлікті айтатын болсақ, мысалы автобустарды, нелерді осы күндерде бүткіл автобустар, енді бүткіл емес әрине, бірақ та 80-90% қалалық маршруттар жаңағы нелерді откидной пандус деп айтамыз ғой, да, мысалы оларда бар. Рас, осы уақытта да олар бар болғанымен де проблемасы олардың әлі күнге дейін бар. Кейде жаңағы автобустың аялдамаға тұрғаны дұрыс емес болады. Кейде мысалы водитель қырсығып есігі жаңағы пандусын ашпаймыз дейді. Сол кездерде жаңағы қоғаммен бірге сөйтіп шешуге тырысып отырмыз. И бұл жерде мен біздің адамдарымызға да айтқым келіп тұр, өзім сияқты тағдырлас жандарға айтқым келіп тұр, шыға беруіміз керек. Осылай қоғамды тәрбиелеу керек, и ол біздің да жұмысымыз солай болу керек. Біз солай жүре берсек, әрдайым ол да адам, ол да жаңағы водитель айтатын болсақ, қала басшылары да мысалы ондай мәселелерге олар білмейді. Біз соны не істеуіміз керек, көрсетуіміз керек. Осындай мәселелер бар, оны шешу керек деп, тек қана біздің қолымызда ол. Ол кезде ол қала әкімі болды, Асхат Шахаров бізге келді. Сол кездерде мен осы мәселелерді көтере бастаған кезде ол кісі маған өзі айтты: Шахан, а давай біз бүйтейік, осы арбаға мен шығайын, сенімен тек қана жаңағы пандусты мәселесін қарайым деп емес, мен сенімен бір квартал жерде жүріп көрейін деп не істеді. Иә. Тіпті жақсы дедік. Ол кездерде арбаны тауып бердік ол кісіге. Қасымдағы жолдастарыма айтып, бірге сол кісімен қысқа уақытта ол шықты, бізбен бірге отырды. Ол кісі өзі де шаршап қалды, көктерге түсті. Себебі оңай емес. Біздің көшелермен жаңағы ол кездерде жаңағы пешеходный переходты да айтып қалдық, пандус мәселелерді де айтып қалдық, электрокөтергіш мәселелерді де айта бастадық ол кездерде. Сондай көп мәселелерді өз көзімен көрді ол кісі. Көктерге түсті, ол өз жаңағы нелермен
жүремін деп, қанша ол спортсмен деген өзінде де жаңағы біраз мәселелерді өзі көре бастады. Одан кейін жаңағы мен ол кісіге былай айттым. Вообще бұл жерде мен орысшалап айтып жіберейін. Доступная среда, она начинается не с улиц наших городов, она начинается даже элементарно. Человек по дому передвигается, и чтобы выйти из дома, вот сол жерде үйінен шығуға сондай кедергілермен не істеп қалады. Біздерде үкіметте ондай бағдарлама жоқ. Мысалға мен Арбаға танылған соң, мен ауылда тұратын едім ол кездерде, Саздағы совхозында. Үйім ондай нем болған жоқ. Мысалы үйде де, мысалы даже барып әшейін жуыну, дәретке бару кедергілер болып кетті. Не то, что там о жерге барып, дүкенге барып, көшеге шығуға. Үйдің ішінде де не істеп қалды. Біраз мәселелерге не істеп қалдық. И сол кездерде бір сол кісінің көмегімен біздерге предпринимательдер көмек берді. Бір 10-нан аса біздің мүгедектігі бар адамдардың үйлерін жаңағыдай кедергісіз кіріп шығуына сондай нелерді жүргіздік. Параспорт айтатын болсақ, 2011-ден бастап параспортпен айналысып жүрмін, жүзу. Ол бірінші қалай параспортқа келгенімді айтайын. Біздің Құрылай апамыздың несімен, ол кездері сондай қала басшыларымен көмегімен біздер Крымға барып жүрдік, Украинадағы. Сол жерде Крымға енді жақын жерде, жаңа Крымда Черный море, Қара теңізге барып суға түсгенімізде, ол ең бірінші түскенім болды. Жаңағы Арбаға отырғаннан бері, бірақ мен жаңағы қорқыныш сезім болған жоқ, жүзе бастадым. Теңіздің толқындары бар ғой, қалай жаңағы береговая линия жағасында қаттырақ болады. Шама әрекке кетіп қалсаң, ол жерде жақсы жүзе аламын. Себебі мына толқын қатты лақтырады да, жүзе алмай қалам, әрекке кетіп қалам. Қасымдағы әріптестерім, жолдастарым, мен Сыражова Гүлмира деген бар, ол беріктен қарап отырады, жаңағы жай несінен. Алысқа кетпесе дейді да, қорқады. Мен айта аламын, мен жүзе алмаймын мына неде, толқыннан. Әрекке барып жүзсем, ол жерде жақсы жүзе аламын. Олар қорқып, мен ол жерден сосын барып, мен судан шыққасын, барып маған айтты, жаңағы сен спортқа шықшайшы. Ол кездері олар барып жүр жаңағы нелерге, жарыстарға. Мен даже ойда да жоқ жаңағы нелерде, 2011-де. Ақтөбеге елімізге келгесін іздедім, жаңағы қай жерге баруға болады екен. Жаңағы тағы да кедергісіз ортаға мәселесін айтатын, тіреліп қалатын боламыз қазір. Себебі мен келгенімде Чайка бассейніне баруға болады деп айтты. Ол Чайка бассейн чашысы жаңағы екінші қабатта. Мен іздей бастадым, жаңағы қай жерге бара аламын, қай бассейнге. Себебі жаңағы Чайка бассейніне бару үшін маған қасыма постоянно 4 адам ертуім керек. Ол жердегі мен түсіру үшін, жүзіп болғасын шығару үшін, ана жерден лестницадан бірінші қабатқа түсіру үшін, тағы да шаруасы көп болды да. Мен бұл жердегі қаламыздағы Фок бассейні болды. Ол жердегі жарыстық бассейн емес, 23 метр. Бірақ та ол жерде дайындала бастадым. Дайындалып 2013 жылда бірінші Қазақстан Республикасының чемпионатына бардым. Ол жерде мен орын ала алмай қалдым әрине. Бірақ та ол жерде мен көрдім, қалай жарыс болады, халықтың қалай қолдауы болып отырады, трибуналар болады. Мен қасымдағы жолдастарым дұрыс жүзе алмай қалдым мен ол жерде. Суға да қалай напился воды. Барғанша дейін еще үлкен дистанцияны не істедім, 200 метр жүзем деп. Барғанша дейін, шыққанша дейін суға тойып алдым ғой.
ол жерден енді ол жерде бірақ та ана естіп отырасың жаңағы жолдастарым шахан деп қолдап жатыр, ешқандай да орын жоқ, бірақ сондай бір мықты әсер алдым. И 2013-те бізде үлкен жаңа бассейн салынды, достық бассейні. Мен ол жерге бірден директормен барып сөйлесіп, сол жерде бассейнге дайындала бастадым. 2014-те уже мен ең бірінші қола медалін алдым. И 2013-те 2014-тен бастап мен уже абсолютный чемпион Қазақстана болып кеттім. Абсолютный дегеніміз, мысалы, үш дистанция жарияламыз, сол үшеуінен де алтын медалін не істеп келе жатырмыз. Оны әлі күнге дейін жалғастырып келе жатырмын. 2017-ден бастап мен ұлттық паралимпиада құрамасының мүшесі болып кеттім, и шетелдік жарыстарға шыға бастадық. Шетелдік жарыстарда ең үлкен жетістіктерін айтатын болсақ, мысалы, ол абсолют чемпион Кубка мира Казахстана, чемпион Кубка мира алдық Италия қаласында, Германия қаласында да нелерге барып жүрдік. И параазиатские игрыға да 2 рет бардым. Ол жерде 4-ші орынға ие болдым. Медаль ала алмай қалдым, бірақ мен үшін ол үлкен жетістік болды. Себебі ол жерде мен Индонезия қаласында, Джакарта қаласында біздер жүзіп жаттық. Ол жерде менімен бірге мен кезінде видеодан қарап Янг деген китайский спортсмен болды. Ол Лондон қаласында чемпион болып кетті. Мен соған видеода қарап, мен бір күні осы кісімен жүзсем ба деп солай болды да, бір өзіме айтып қалып едім. Соседний дорожкада ол сол кісімен бірге жүзіп келе жаттым. Оған мен какие-то там жаңағы доли секунды мен проиграл. Мен үшін ол үлкен жетістік болды. Өзіңіз көріп отырсыз, мен өте ашық адаммын. Маған адамдар хабарласқан кезде өз ақылымды, нелерімді айтып отырамын. 2020 жылдардан бастап біздің спорт клуб жаса бастағаннан бері мен соның амбассадоры болып кеттім, сөйтіп жариялап кеттім. Себебі мен спорт саласын сөйтіп халыққа, біздің тағдырлас жандарымызға жеткізуге тырысып отырмын. Әлі күнге дейін, мысалы, біздің адамдарымызға самый эффективный способ социализации человека с инвалидностью, одним из эффективных, я считаю, именно развитие спортивных качеств у человека. Өзінің несі де болады, жаңағы не мықты болады. Өзін сезу, өзінің нелеріне мықты әсер береді. И адам просто үйде отырып қалмайды, осындай жетістікке жетеді. Ұлттық паралимпиада құрамасы болған соң, құрамасына кіргеннен бері жақсы стипендияды ала бастадық. Осы күндерде біздер облыстық Қазақстан Республикасының жарыстарында областы не істейміз ғой, представлять етеміз ғой. Ол жерден де тоже біздер, мысалы, 1-ші орындарға, 3-ші орындарға да жақсы стипендия алып отырамыз. Енді жақсы деп айтып жатқаным әрине аздау, но жақсы көмек болып тұрады бізден пенсиямызға, нелерімізге, спортсмен есебінде жаңағыдай стипендия как спортсмен алатын болсам, ол жақсы көмек өзінің отбасына жақсы не болады. Экипировка болады осы күндерде жақсы. Біздің вообще нелерде, мысалы, шетелдік жарыстарға шығып жүрмін ғой, мысалы, здоровый спортсмендерді мен бірге салыстыратын болатын болсақ, спортсмен, олар өзінің елін, мысалы, көрсеткен кезде
физические возможности, качество человека сондай первый, самый быстрый, самый первый деп не істеп тұрады да, мысалы. Ал біздің параспортты айтатын болсақ, ол не только жаңағы не жаңағы качество человека, но и показатель жаңағы толерантности общества вообще в целом. Потому что жаңағыдай, если одним из самых высоких показателей зрелости общества это вот отношение его к лицам с инвалидностью. И сол жерде біздер мысалы көріп отырамыз, даже не только жаңағы экипировканы айтатын болсақ та, допустим, жаңағы нелерге, даже қандай арбаға отырған оған қараймыз, но даже адамның өзін қаншалықты еркін ұстай алады, қаншалықты еркін қоғамда жүре алады, сөйлесе алады, мысалы, даже содан байқалынады екен, қай елден келген. Мысалы, осы күндерде мен мысалы мақтанышпен айта аламын, мен Қазақстан жерінен, мен Қазақстанда не істеп отырмын, көрсетіп отырмын бұл жерде. Аламниктердің ішінде біздер тек қана жаңағы Америка посольстводан біреу келе жатыр екен, тек сол кезде ғана кездесеміз деп айта алмаймын, себебі біздер әлі күнге дейін жақсы араласып тұрамыз, и біздің қоғамда мәселелерді сол жерде де тоже шешуге ұсыныстарымызды, ойларымызбен бөлісіп отырамыз. Жақсы араласып тұрамыз. Оларда мысалы кейбіреулер мысалы Израильге барып келетін, мысалы біздің Даржанова айтатын болсақ, Анар Нұрлыбекова, олар да өзінің опытын ол жерде салып отырады, не істеп отырады. Біз не істеп отырамыз, қарап отырамыз бір-бірімізді. Рас, шында да жаңағы мен айтып кеткен Крым қаласына барғанымыз, тек қана Ақтөбеден шыққанымыз, басқа жерден ондай, басқа облыста ондай болған емес, ондайды көрген жоқ. Бұл жерде Қорлай Базарбайдың авторитеті, адамдармен сөйлесу, жаңағы спонсорлық болсын, жаңағы қала басшылары болсын, көмектесуі, солардың бізге қарай бет бұруы, осы күнге дейін даже мен өзімді айтатын болсам, мысалы, ондай бұрын болған жоқ қой, мысалы депутаттық корпуста человек с ярко выраженной инвалидностью болғаны. Бұл жерде қазір мен бұл жерде отырғаным, мен тоже ол кісінің әлеуметтік жұмысы деп санаймын. Жаңағы нені Крымға поездканы айтады, одан басқа біздер қазір отырған жерімізді мысалы, да, специализированный дом для инвалидов, для лиц с инвалидностью, Маресевада, қасымыздағы, болашақтағы, тек қана Ақтөбеде бізде, мен басқа қалаларда сондай арнайы үйлер бар деп көрген жоқпын. Ондайлар жоқ. Ондайлар жоқ. Жаңағы мен жаңа айтып кеттім ғой, бір жобаны жүргіздік. Доступная среда начинается с дома деп. Бір ондан аса объектілерімізді жасап кеттік. Маған басқа қалалардан, Алматыдан қоғам белсенділері звонда бастады. Шахан, что за у вас социальный рай там? Что за у вас сондай көмек болып жатыр? Бізде ондай болып жатқан жоқ деп. Ол рас, үлкен жаңағы әлеуметтік жаңағы салада біздің апайымыздың үлкен шаруасы істеп жатқан іс. Енді әрине біздер қалай продолжители, да, жаңағы, допустим, ол кісінің ісін жалғастыруға тырысамыз. Енді тап ол кісідей жүргіземіз бе, жүргізе алмаймыз ба, онысын уақытын көрсетеді. Бірақ та әрине өз арамызда біз сөйтіп аралап бір-бірімізге көмектесуге тырысып не істеп жүрміз. Мен өзімді айтатын болсам, жаңағы тек қана узкое направление жоқ, мен таңдаған жерім жаңағы кедерсіз орта мәселесі. Мен бүткіл жаңағы құқықтарын айта алмаймын. Именно сондай спецификаны айта аламын. И әрине өзім қасымда тоже сондай адамдарым болса, сондай не істем болса, әр адам солай не істейді мен үшін. Бір-бірімізге демеу болып көрсетіп. Әрине әр адам солай не істейді, тырысады не істеп жүруге. Әрине біз енді ол кісідей бола аламыз ба, бола алмаймыз ба, оны уақыт көрсетер.